Сәлем достар, арнамызға қош келдіңіздер. Ағы бардың бағы бар деп қазақ халқы сүт тағамын бақыт несібесі деп білген. Сүт тағамдарынан қымыз, шұбат, құрт, ірімшік, қатық, айран, уыз, май, сүзбе, тағы басқаларын пайдаланамыз. Бұлардың барлығының да адам денсаулығына тигізер пайдасы мол. Сүт басқа ешқандай азық-түлікке тең келмейтін аса бағалы тағамдық өнім. Өйткені организмге оның құрамды бөлігінің 95-98% сіңеді. Сондай-ақ сүт амин қышқылдарының, макро және микро элементтерінің, витаминдерін таптырмайтын көзі. Сүттің құрамында жеңіл сіңетін құраушылар бар. Олар бізге кальцийді, А, В, Д, Е, С витаминдерін жеткізеді. Сіздермен бірге болған пайдалы ақпараттар каналы. Келесі видеода кездескенше сау, саламат болыңыздар.